Қайырлы күн, сіздерге ішінара мерзімнен бұрын өтеу нұсқаулығын ұсынамыз. Жеке кабинет батырмасын басу қажет. Содан кейін менің банкім бөліміне кіресіз. Қолжетімді операцияларда ішінара мерзімінен бұрын өтеу тармағын таңдаңыз. Өтеу жүргізілетін шотты таңдаңыз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы шотын таңдау үшін қажетті өтінімді белгілеу керек. Бірлескен қарыз алушылар болған жағдайда өтінім бірлескен қарыз алушыға келісуге жіберілетін болады. Жеке кабинеттегі бірлескен қарыз алушы менің өтінімдерім бөлімінен ішінара мерзімінен бұрын өтеуге белсенді өтінімді таңдауы керек. Ашылған терезеде бірлескен қарыз алушы келісемін немесе қабылдамаймын әрекетін таңдайды. Мәліметтер бетінде соманың қалай бөлінетіні көрсетілген. Егер клиент келіссе, оған құсбелгі қойып, жалғастыруы қажет. Өтініш парағында клиент өтінішті бір реттік кодпен қол қою керек. Өтінішке қол қойылғаннан кейін өтеудің жаңа кестесі ашылады. Оған бірыңғай жинақтаушы төлемдерінің коды бойынша қол қою қажет. Бірлескен қарыз алушылар болған кезде өтінім бірлескен қарыз алушыларға келісуге жіберіледі. Сәтті аяқталғаннан кейін қол қойылған өтініш пен кестені жүктеу мүмкіндігі бар.